Al саламатсыңдар ма балалар? Отыра қойыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызда математика сабағын бастамас бұрын бір-бірімізге жылулық сыйлап алайық. Солай ма? Ал ендеше балалар, менің қолымда тұрған жүректі бүгінгі күнімізге сәттілік тілейік бір-бірімізге. Бір-бірімізге беріп тілегімізді айтайық. Жарай ма? Ал Мирас, мен саған бүгінгі күніне сәттілік тілеймін. Сағима деп, Мирас тезім. Күнің жақсы өтсін. Одан балалар, даусымыз қатты шығарамыз, иә? Назерке, бүгінгі күнің жақсы өтсін. Жансая, бүгінгі математика сабағына 10 балл алдым. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің сәтті өтсін. Назерке, бүгін математиканы 10 балл алдым. Сабақтан ұзақ қалды. Әсел, сабақтан 10 балл алдым. Сабағымызды қайталадық. Барлығымыздың үй тапсырмаларымыз 3 таңбалы сандарды, 1 таңбалы сандарды көбейту және бөлу екен. Сендер 3 таңбалы сандар, 1 таңбалы сандарға көбейту және бөлу алгоритмін өмірде де қолдануды үйренесіңдер. Көлдердің және көлдердегі жануарлар мен өсімдіктердің адамға пайдасын сабағымызды бастайық. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күн бетін жазамыз. Және көркем жазу сәтіне қай сан берілді бізге? 528. 528. Ол қанша таңбалы сан? Кім айтады? Қол көтереміз. Ал Зере айта ғой. 3 таңбалы сан. Ал 528 санын Ердәулет разрядтық қосылғыштарға жіктеп берші. Назерке айта ғой. 502. Жарайсың, отыра ғой. Ал барлығымыз күн ретін жазамыз. Күн ретін жазып болсақ, оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударайық балалар. Бірінші тапсырмамызға қарайықшы. Бірінші тапсырмада сендерге 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандарға көбейту берілген. Егер осы амалдарды дұрыс орындалса, бізге бір көлдің аты шығар екен. Және ол көл емдік қасиеті бар көл екен балалар. Қайдеке, жылдан орындайықшы. 554-ті 5-ке көбейтеміз. Жылдан, кел тақтаға шық, Сағит. Жаза ғой. Мақса кел. 740 бөлінді. Қазір. 580 bölü 4. Gel kapatın. Dikkat et. Dikkat. 145. Evet. Biraz gel. 350 bölü 7. Жарайсыңдар. Бірінші тапсырманы шығардық, есептерін. Енді осы шыққан мәндерін өсім ретімен қойып шығуымыз керек. Келе ақторғын кел. Өсім ретімен қойып шығайық. Жылдамырақ. Ең кіші сан қайсысы? Келесі. Қандай сөз шықты? Алакөл. Біздің Қазақстан Республикасының ең емдік қасиеті бар көл екен, иә? Қазір балалар барлығымызда бейне жазбаға назар аударайық. Жергілікті тұрғындар өндіріп пішірінің ұсыны өнімнің әр түрлі болған үшін Алакөлді атап кеткен. Алакөл ұялы. Сендермен бірге екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші және үшінші тапсырма өзіндік
орындаймыз. Және өзіндік жұмыс болған кезде біз бір-бірімізді тексереміз, е? Ал, екінші тапсырманы Кәусар оқи қой. Көлде демалып құлардың 126-сы әйел адамдар, 115-і ер адамдар. Демалған балалар ер адамдардан 4 есе артық. Көлде барлығы неше адам демалып жүр? Бұл бізде есеп, е? Есепті біз қалай шығарамыз? Кім айтады, қол көтеріп жауап береміз. Ал Назерке? Есепте бірінші шарттан құрайды. Сосын жарайсыңдар. Шартын құрамыз, е? Одан кейін сұрақ қоямыз, е? Сұрақ қоямыз. Сосын шешу табамыз және жауабын жазамыз. Ал енді данымыз қанеке? Есеп шығарайық. Әйел адамдар қанша? 126. Келесі Айнамкөз не деп жазасың? Келесі ер адамдар сызықша 115 адам. 115. Ары қарай. Келесі айта ғой. Аймен. Есепті. Енді есептің шешуін. Үңкар оқи қойшы. Біз бірінші балаларды табуымыз керек. 115 ер адаммен балалардың белгісіз 4 есе артығын көбейтеміз. Сол кезде 460 бала шығады. 126 әйел адаммен 115 ер адамды қосамыз. Және де 460 балаларды қосамыз. Сол кезде барлығы 701 адам шығады. Сонда жауабы барлығы 701 адам көлге барады. Жарайсың, отыра ғой. Жарайсың, Үңкар. Қанеке, есепті өте дұрыс орынға шығарғаның үшін өте саған сенің рұқсатың жасайын. Аяқтарды көтеріңіз. Тапсырмада Назерке оқып жіберші берілген. Баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. Ал барлығымыз дәптерімізге баған түрінде жазып, есептейік. Нөмір 3. Барлығымыз жазамыз. Балалар, осы тапсырманы дұрыс орындаған оқушыларға мен жұлдызшалар таратамын. Мінекей, жарайсың. Даяна дұрыс орындады. Темірлан, Назерке дұрыс орындады. Және үшінші қатардан Ахметияр, Жанболат, және Жанел. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бір-бірімізді от шашу арқылы бағалайықшы. Жарайсыңдар. Балалар, сендермен бірге бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа кері байланыс беру үшін білім ағашын пайдаланамыз. Ол үшін қолдарындағы стикерлерге бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар? Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Әлде болмады ма? Не түсінбей қалдыңдар? Соны жазып, алма ағашына алып келіп жабыстырамыз. Жазамыз. Бүгінгі сабақтан алған әсерлерді. Қанеке бәріміз жазып, алып келіп жабыстырамыз. Жабыстырып болғандарымыз орнымызға отырамыз. Жарайсыңдар. Қоңырауда болды, е? Жарайсыңдар, балалар. Білім ағашын алмаға толтырдық, е? Ендеше отырамыз. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақ барлығына түсінікті болған екен. Ендеше балалар, үй жұмысына 111-ші беттегі бүгінгі сабағымыз осымен